Кеңес кезінде «Із кезуші» деген кино болатын. Соны қайталап көруден жалықпаушы едім. Басты кейіпкер сияқты мықты болсам, аңыз адам болсам деген арман мақсатыма жету үшін барымды салдым. Мектепті бітірген соң әскер қатарына алындым. Ең қиын десанттық топқа түстім. Мен үшін бұл жақсы болды. Басқалар қиналып әзер жүргенде мен тағы да жаңа дүниелер үйренсем деп барымды салатынмын. Әскерден келген соң ішкі істер саласына оқуға түстім. Арманыма қолым жетті. Осы салаға жұмысқа тұрдым. Сүйікті кәсібіме қолым жеткен соң барымды салып жұмыс істедім. Осы қасиетімді байқаған басшылық ең қиын да күрделі жұмысқа жіберетін еді мені. Ақыры мұным ескерусіз қалған жоқ. Сол кездегі Астанамыз Алматыға қызмет бабымен ауыстырды. Арадағы аз ғана уақытта үйліде болдым. Жұмыс деп жүріп қыздарға көңіл бөлмеппін. Осында келген соң сүйіктімді жолықтырдым. Анау айтқандай көркемде, көсемде емес, қазақтың қарапайым ғана қызы. Тек мен оған Мәжнүннің көзімен қараған болуым керек. Әлемдегі ең әсем ару болып көрінді. Үйленгеннен кейін туыстарымның барлығы да сенің теңің емес дегенді айтты. Тыңдамадым. Адамның сыртқы пішінінде мінезінің ұшқыны жатады деуші еді. Рас, алғашында бақыт дедік. Сүйіп қосылған жан-жарыңның жанында жүру, оны бақытты ету үшін барыңды салу. Одан басқа не керек? Бұрын жұмыс деп қайда жұмсаса да шаба беруші едім. Енді үйді айналған үй күшік құсап, іс-сапарлардан амалы болса сытылып қалып кететін болдым. Үйде ынтыға сүйген жарың күтіп отырса, айдалада жаурап жасынап қаңғудың не қажеті бар? Самалдың маған соншалықты әсер еткеніне әлі күнге дейін таңғалам. От еді, жалын болатын. Қанша сыртта жүрсем де өзіне тартып тұратын бір әулеті бар сияқты. Үйге жеткенше асығатын едім. Самал бірінен кейін бірі 4 баланы дүниеге әкелді. Өзімнен аумайтын балаларым үшін жанымды салып жұмыс істедім. Қызметімде, шенімде біртіндеп көтеріле берді. Осылай өмірім өте берсе арманым жоқ еді-ау. Алайда аяқ астынан әйелімнің маған салқындағанын аңғардым. Бұрынғыдай ынтықтық жоқ. Бір түрлі керенау тартқандай. Әлімжан деген досым бар етін. Сол үйге келсе, көзінің ұшқындап кететінін байқап қалып ем. Мән бермедім. Самалдың ессіз сезімге берілуі мүмкін емес деген ой жібермейтін. Әрі досым мен әйелім туралы жаман ойлауға арым жібермейтін. Алданыппын. Ол екеуінің бірнеше жылдан бері көңіл қосып жүргенін қайдан білейін, қайран басым. Жұмыста сезік туып маған қарсы іс-шара басталды. Әу баста әлденеге күдікті ретінде қамауға алды. Басыма іс түскесін жүнім жығылып, қайратым қашқандай бір күй кештім. Мұндай бұрын басынан өтпеген жанымды жеп, неге бұлай деген сұрақ мазамды қашырды. Маған қақпан құрған дұшпандарым емес, қасымда жүрген ең жақындарым екенін білгенімде бармағымды шайнадым. Қоймадан қару-жарақ ұрлады деген айып тағылды маған. Ақтығымды дәлелдей алмай сергелденге түстім. Қызметтестерім менің адалдығымды айтып шырылдағанмен, күштінің арты диірмен тартып кетті. Сот залына келгенде басты куәгерді көргенде талып қала жаздадым. Басты куәгер әйелім еді. Қойныңдағы қатыныңа сенбе деп атам қазақ бекер айтпағанына осы кезде көзім жетті. Мені ынтық еткен көздерін менен алып қашып, маған тік қарамайды. Сөйлеп жатыр. Не айтып жатқанын ұқпаймын. Бұл маған ауыр соққы болды. Ол менің қару-жарақ ұрлағанымды қолдан қойғандай, сценарийден шатасып қалмайын дегендей тез айтып жатты. Ақ болсам да, адал болсам да, қара жердің тесігі болса кіріп кетуге шақ тұрдым. Өзім үшін емес, ол үшін ұялдым. Адал жар таңдай алмай қор болған өзімді аядым. Амалым не?
Тағдырымның тосын сыйы мені осылай сыйлады. Басымнан шоқпармен ұрғандай сылқ түстім. Жүнжіп кеттім. Осылайша мен әйелімнің арқасында бәленбай жылды арқалап кете бардым. Кейін әріптестерімнің айтуы бойынша әйелімді торға түсірген Әлімжан екен. Жан досым деп бар сырымды ақтарып жүрген досым мені өзінен озып кеткенімді қаламайды екен ғой. Мені жолдан ығыстыру үшін әйелімді айналдырған. Ол байқұс оның тәтті сөздеріне еліткен болу керек. Мені қойшы, тым болмаса балаларымызды ойламады ма деп күйінем. Қызмет бабымен өрлеп келе жатқан мен әлі де талай асуларды бағындырар едім. Әттең, оның әлдекімдердің жолын кескендей болғанын қайдан білейін. Осылайша әйелім мені сатып кетті. Күйініштімін бүгін. Самалдың осындай қадамға баруына мәжбүр еткенде ештеңе істемеген сияқтымын. Аузынан шыққанның бәрін орындап отырдым. Үй, көлік, шек, тон, алтын, күміс бәрін әпердім. Сонда менің кінәм не? Сені сүймеймін деп ашығын айтса да, жөніме кетер едім ғой. Жала жауып темір торға қамайтындай не жазығым бар еді. Осыған миым жетпейді.